Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы дүниежүзі мұхитты қорғау. Қазақстанның үлесі мен жаһандық маңызы. Яғни бүгінгі сабақта біз мұхиттардың жер үшін маңызын, оларға төнетін қауіптерді және Қазақстанның оларды қорғауға қосқан үлесін қарастырамыз. Мұхиттар жердің өмірлік көзі. Оттек өндіру, азық-түлік және тіршілік, климат реттеуші. Яғни оттек өндіру дегеніміз, мұхиттар әлемдегі оттегінің 50%-дан астамын өндіріп, тіршілік үшін беріп отырады. Және азық-түлік дегеніміз 3 миллиард адамға азық-түлік және тіршілік көзі болып табылады. Климат реттеуші, климат реттеп ғаламдық жылынуды бәсеңдетуге көмектеседі. Яғни мұхит сулары дегеніміз міне осылай. Келесі мұхиттардың экологиялық қауіптері дегеніміз мұнайлы ластануы, пластик қалдықтары. Каспий теңізіндегі төтенше жағдайлар мұнай өндіру мен тасымалдаудың туындайтын қауіптері. Сонымен қатар пластик қалдықтары дегеніміз жыл сайын 8 миллион тонна пластик мұхитқа түсіп, теңіз экожүйені зиян келтіруде. Биологиялық алуан түрлілік жоғалуы, климаттың өзгеру мен ластану салдарынан маржан реттерінің 30% жойылады. Бұл теңіз флорасы мен фаунасына қауіп төндіреді. Сонымен қатар Қазақстанның халықаралық міндеттемелері ЮНЕСКО мүшелерінде 2024 жылы үкіметаралық комиссия мүшесі болып, мұхит зерттеулері мен қорғауға атсалысты. Сонымен қатар Каспий теңізінің қорғалуына арналған конференцияда қол қойып, аймақтық ынтымақтастықты нығайтты. Теңіз қауіпсіздігі 2018 жыл теңіз кеме қатынас қауіпсіздігіне қарсы заңсыз әрекеттермен күресу туралы халықаралық келісімдерге қатысты. Және бізде Каспий теңізіндегі мұнай ластануына қарсы шараларды қолданатын болсақ, өңірлік ынтымақтастық бірінші кезеңде, екінші экологиялық нормаларды сақтау, үшінші төтенше жағдайларға әрекет етуіміз керек. Қазақстандағы теңіз және су ресурстарын қорғау, экологиялық бақылау және ішкі су айдары. Яғни ішкі су айдары дегеніміз ішкі су қоймаларында мұнай операцияларының экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Балық ресурстары, жайық, Каспий бассейніндегі балық түрлерін, әсіресе бекіре тұқымдас балықтарды қорғау шараларын күшейтуіміз керек. Дүниежүзілік экологиялық бастамалар мен Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымында жалпы даму бағдарламасы және жаһандық экологиялық қордың жобаларына белсене қатысты. Яғни көміртекті бейтараптағы Қазақстанның 2060 жылға дейін көміртегі бейтараптығына жету стратегиясы жыл сайын жасыл экономиканы дамыту. Жасыл экономика дегеніміз міне жел энергиясынан және күн энергиясынан бізге электростанцияларын алу, жылу электростанцияларын және мұхитты қорғауға технологиялық және қоғамдық шешімдер қабылдау. Таза энергия, қалдықтарды басқару, экологиялық білім қажет бізге. Сонымен қатар қорытындылай келе, мұхитты қорғау біздің ортақ міндетіміз. Мұхитсыз өмір жоқ, оны сақтау адамзаттың болашағы. Бүгінгі сабақта біз мұхиттар мен теңіздерді қорғау бойынша толыққанды талдайтын